Енді дәл қазір Астана көшелерінде кептеліс бар ма деген сұрақ бар. Коммуналдық қызметкерлердің таң қалай басталады? Әріптесіміз Карима да жұмыс аймағынан эфирге шықпақшы. Қайырлы таң, Карима. Қайырлы таң, әріптестер. Рахмет, студия. Астанада қалың қар жауып, кешелі бері жұмыс қыза түсті. Бүгін түнгі ауысымдағы коммуналдық қызметкерлер қалада 1300-ден астам техниканың көмегімен қаланы тазалап жатыр. Дәл қазір көріп тұрғандарыңыздай артымызда да қызу жұмыс жүріп жатыр. Сондай-ақ айта кету керек, осы қыс басталғалы қаладан 6000-нан астам рейс жасалып, қала сыртындағы полигондарға қар шығарылған болатын. Ал дәл қазіргі жұмыс туралы Астана тазалық компаниясының өндірістік бөлімінің бас маманы Тимур Ахметов айтып берсе, жалпы жұмыс қалай жүріп жатыр? Ауа райы енді салқындап кетті, толығырақ айтып берсеңіз. Қанша көше тазаланды кеше түндегі ауысымда? Саламатсыз, сұрағыңызға рахмет. Астана тазалық жауапкершілігі шектеулі серіктестік осы соңғы 3 күннің ішінде 450-ге тақау адам жол жұмысшылары жұмылдырылды, және де 370-380 арнайы техника жұмылдырылды. Осы 3 тәуліктің ішінде 20 мыңнан астам текше метр қар шығарылды. Осы түнгі сменада 6000 шаршы метр қар шығарылды, және қаланың бір 40% аумағы жолдан тазартылды. Ең бірінші қандай көшелер тазаланып жатыр? Енді дәл қазір біз айтамыз ғой, орталық аудандар деп. 40% қандай көшелер тазаланып шықты бүгін түнде? Бүгінгі тазаланған енді ең басты көшелер, осы қазіргі отырғанда осы Мәңгілік ел, Ұлы дала даңғылы бар, және де мектептерге баратын әлеуметтік нысандардан алып тазаланды. Емхана, мектеп деген сияқты. Сондай-ақ көктайғақтың алдын алуға байланысты қандай жұмыстар жасалып жатыр? Көктайғақтың алушы бізде тәулік бойы 109 қызметі және Қазгидрометтен бізге күніне 2 рет ауа райының өзгеру туралы хабар келеді. Соны есепке ала отырып, арнайы техниканы дайындаймыз. Оған қатты материалдар артамыз, және сұйық материалдарды артып, кезекшілікте болады. Қар басталған кезде қалдың алдына жолды бәрін осы арнайы материалдармен тазалаймыз. Яғни тұзбен реагенттер себіледі, көшелердің барлығынан. Ал енді былтырғы жылы техниканың жетіспеушілігіне байланысты басқа да қалалардан қосымша осында үлкен көліктер, тазалық көліктері әкелінген болатын. Ал биылғы жағдай қалай, техника жеткілікті ме? Техника жеткілікті. Әрине, ауа райына күрт өзгергеніне байланысты қала әкімшілігі көмектесіп тұрады. Арнайы басқармадан техникалар беріп жатыр. Неше метр сайын қызметкерлер бөлінген топқа? Неше метр сайын жұмыс жүргізіп жатыр көшелерде? Айта кетсек, әр бригадада 20-25 адам бар. Ол қала бойынша 200-300 метр бойынша бөлінген. Каждый көшенің қиылыстарында өзіңіз көріп тұрғандай қар шығару осындай тоқталмайды. Сәулік бойы жүріп жатыр жұмыс. Жауабыңызға көп рахмет, жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Құрметті көрермен, әріптестер, бізде артымызда қызметкерлер жұмыс жасап жатыр, бірақ өте суық. Қазіргі таңда республиканың барлық аумағында осындай суық ауа райы сақталады. Еліміздің оңтүстігінде, оңтүстік шығысында және де оңтүстік батыс бөлігінде түнде қар аралас жаңбыр жауады деп күтіледі. Қазгидромет орталығының ақпараты бойынша ертеңнен бастап еліміздің шығыс бөлігінде қатты қар, аяз болады. Сондай-ақ 12 қараша, яғни бүгін еліміздің орталығында, оңтүстік шығыс аудандарында, оңтүстікте қатты жауын-шашын болады. Ал сондай-ақ батыс облыстарда ауа температурасы түнде 0-ден -11 градусқа дейін, -8 градусқа дейін аяз болуы мүмкін. Еліміздің солтүстігі мен орталығында -8-ден -18-ге дейінгі аяз болып, көктайғақ күтіледі. Ал шығысында ауа температурасы -10-нан 25-ге дейін қатты аяз болып, жолда көктайғақ болуы мүмкін. Сондай-ақ тұман түсіп, екпінді жел болады, бұрқасында болуы мүмкін. Сондай-ақ жолға шығатын жолаушыларға, жол көлік жүргізушілеріне ескертіп айтамыз, жолға шығар алдында міндетті түрде Қазавтожол сайтына кіріп, республикалық маңызы бар жолдардың ашықтығы туралы толықтай ақпарат ала аласыздар. Сондай-ақ 1403 нөмірі арқылы да тәулік бойы ақпарат алуға болады. Әріптестер, біздегі бар ақпарат осындай. Сөз кезегі өздеріңізде.